түсті, желбіргүлді түсініп, мұқият оқып алса, кім түсінгенін мазмұнда айтып келеді қысқаша. Бірінші бөлімі бойынша. Басқа бөлімін кім айтып келеді? Әсем айтады, бірінші бөлімін басы қалай басталады? Ертеде жеңе деген қыз болыпты. Оны анасы дүкенге тоқаштар сатып алып келуге жібереді. Сосын ол дүкеннен келе жатқанда артынан бір ит оның сөмкесінен тоқаштарын бір-бірлеп жеп келе жатыр екен, бірақ Женя оны сезбеді. Сосын барлық тоқаштары біткеннен кейін сөмкесі жеп-жеңіл болып қалғанын көреді. Жақсы, сөмкесі жеп-жеңіл болып қалғанын көреді. Ары қарай көп жалғастырайық. Бақытгүл Келева ары қарай жалғастырайық. Өте жақсы, тамаша, браво. Содан соң ол артындағы итті қуалап жүріп, ол белгісіз бір жерге тап болады. Содан соң оның алдынан бір әжей шығады. Қызды жұбатып, менің бақшамда 7 түсті желбіргүл өседі. Ол саған көмектеседі. Тілегіңді орындасаң, ол бір лезде сенің тілегіңді орындайды деп айтады. Содан соң әжей оған айтады, сен бірінші оған оңтүстік пен солтүстік, батыс пен шығыс айналып кеп алдыма айтқанымды орында десем, ол лезде сенің айтқаныңды орындайды. Тамаша, лезде сен 7 түсті желбіргүл деген. Келесі кім айтады? Әлия жалғастырады. Сол кезде ол 7 түсті желбіргүлдің бір күлтесін жұлып алып, жерге лақтырып, оңтүстік пен солтүстікке, батыс пен шығысқа ос айналып кеп алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс, мен тоқастармен бірге үйіме алып жеткіз дейді. Сол кезде ол үйіне тап болады тоқастармен бірге. Зеняның бірақ бойы аса ұзын емес еді. Ол орындықтың үстіне мініп, анасының сүйікті құрасын алмақшы болып, оның қолы іліп еденге түсіп, сынып қалады. Сол кезде ол тағы 7 түсті желбіргүлдің бір күлтесін жұлып алып, күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ос айналып кеп алдыма айтқанымды орындайды. Осы жерге түс, мен ана сүйікті құмырасының орнына қайта дейді. Сол кезде анасының құмырасы орнына қайта оралады. Тамаша, сүйікті бұл нешінші күлтегі жапырақты алды? Екінші күлтегі жапырақты алды. Тамаша, браво. Ары қарай кім жалғастырады? Гүлжан Келева. Сонда далаға шықса, ол балдарды көреді. Оған қызығып ойнағысы келеді. Ұлдардың қасына барып, ұлдар, мен де сендермен ойнасам бола ма дейді. Сонда ұлдар, жоқ, біз солтүстік полюсте ойнамаймыз дейді. Сонда қыз ренжіп, бұл күлтесін лақтырып, солтүстік пен оңтүстік, батыс пен шығыс айналып кеп алдыма түс, айтқанымды орында. Солтүстік полюске болсам екен дейді. Полюске тап болсам екен дейді. Сонда сол арайда сол жерге тап болады. Қыздың көңілінен өте қатты шықпай қалады. Сонда қыз бір күлтесін алып, күлтесі солтүстік пен оңтүстік, батыс пен шығыс айналып кеп алдыма түс, айтқанымды орында, үйіме қайтып оралсам екен дейді. Нешінші күлте жапырақты алды сонымен? 4-ші күлте жапырақты алды. Солтүстік ұнамай қалып, не себепті ұнамай қалып деп ойлайсыздар? Қараңғы және салқын екен. Айналасында не бар екен? Аңдар. Қандай аңдар бар екен о жақта? Аю. Қыздар далаға шықты. Ауладан шығып далаға шықса, қыздар ойнап отырып деп. Оларға қызығып, әдемі құрсақтағы және әдемі ойыншықтағы болады. Тамаша. Ары қарай өте жақсы, сонымен отыра ғой Гүлжан. Келесі ары қарай кім жалғастырады? Санжар Келева.
Санжар жалғастырады. Содан және ол қыздарға қызығады. Сол кезде ол тағы бір нүктесін жауып алып, бір нүктесі солтүстік пен оңтүстік, батыс пен шығысқа үш айналып кетіп алдына айтқанымды орында әлемдегі барлық ойыншықтар қазір менің алдымда болсын деді. Нешінші күнде жапырағы жеңіп алды? Дүкендегі барлық, айсыншы барлық ойыншықтар алдымда болсын деп? 5-ші. Жапырағын жеңіп алды, иә? Сонда барлық дүкендегі ойыншықтар оның алдында болады. Ол жеті алғанында алып кетеді. Сол кезде ол Екі көшенің түгел не қаптап кеткен екен? Ойыншықтар үйіп кетті. Ал бұған Женяның көзқарасы қандай болды? Қандай сезімде болды осы кезде ол? Басында қуанды да, содан кейін қобалжуды. Не себепті қобалжуды? Иә, сосын сол кезде ол тағы бір нүктесін жауып алып, бір нүктесі солтүстік пен оңтүстік, батыс пен шығысқа үш айналып кетіп алдыма айтқанымды орында барлық ойыншықтар дүкендерге қайтып орнына оралсын деді. Сонда барлық ойыншықтар лезде өздерінің орнына жоқ болып кетеді. сөйтіп нешінші күнде жапырақты жойды? Ал қалай білесіңдер? Ол ойыншықтарды шақырды, қайтадан ойыншықтарды орнына жіберді. Осы еш нәрсеге тұрмайтын нәрселер үшін күрте жапырақтарды жылап беруге бола ма? Қалай білесіңдер? Әр нәрсенің несі бар? Дұрыс, өз орны бар. Тамаша, жақсы, отыра ғой. Соңғы бөлімін көркем, кеп көркем айтады соңғы бөлігін. Женя қолындағы гүліне қараса, жауыз күтесі қалыпты. Ал алды күтесі мәнсіз жұтап қойыпты. Женя баққа жүргенге барып еді, қапқан алдында орнықта бір сұсқында бала отыр екен. Женя тентек емес бала деп ойлаған еді. Сосын оны таныспақшы болды. Аты кім Петя, өзіндігіше менің атым Лена керек, сауықта ойнайық дейді Женя. Мен жүгіре алмаймын, аяғым жарамайды дейді. Қандай өкінішті, мен де сенімен ойнағым келіп еді дейді Женя. Иә, мен де сенімен ойнағым келіп еді, бірақ мен енді өмір бойы жүгіре алмаймын деді Петя. Бұл не дегенім деп Женя қалтасындағы көк күртешесін алып, бір күртесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа үш айналып кеп алдыма айтқанымды орындады. Осы жерге Петяның аяғы жазылсын, дені сау болсын деп тілейді. Сол сәт-ақ Петяның аяғы жазылып кетті. Олар қуалыспақ ойнады. Қанша тырысса да Петяны Женя ұстай алмады. Сөйтіп ол соңғы күртешесін неге жұмсады? Петяның аяғының жазылуына жұмсады. Қалай ойлайсыздар? Осы 7 күртешені жұмсаған кезде Женя дұрыс істеді ме? Қай кезде дұрыс істеді деп ойлайсыздар? Ең соңында ол қандай іс жасады? Қайырымды, жақсылық. Адам әр уақытта не жасау керек балалар? Жақсылық. Тағы? Татулық болу керек, иә, дұрыс. Мейірімділік болу керек, тағы қандай қасиеттер болу керек адамның бойында? Еңбекқорлық, тамаша. Міне осы қасиеттер әр баланың, әр адамның миынан табыла білу керек екен. Тамаша, өте жақсы, отыра ғой, көркем. Келесі енді тақтада көріп тұрсыңдар. Тақтада қарайық. Оқиға қалай басталды деген сұрақ, бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Женя солтүстік полюсті туралы алдын ала біле алды ма? Үшінші сұрақ, ертегіде кейіпкері бар ма? Оқиға қалай басталды? Соны қысқаша жазамыз дәптерімізге. Одан кейін Женя солтүстік полюс туралы алдын ала біле алды ма? Әлде білмеді ма? Қалай білесіңдер?
Білген жоқ болса, соның білмегенін қай кезде сендер аңғардыңдар? Оның қай әрекетінен аңғардыңдар Женяның? Оның солтүстік полюстің өте салқын, қараңғы, онда жабайы жыртқыш аңдар бар екен, оның біле алмағанын қай кезде аңғардыңдар? Оның қай қимылынан, қай әрекетінен аңғардыңдар? Соны жазамыз балалар, жарай ма? Үшінші, ертегіде кейіптеу кейіптері бар ма? Кейіптеу деген